Достар, мен бүгін токабоканы жаңартатын боламын, өйткені менің токабокам слишком қатты қуып кетті, және мен жаңартамын. Жаңарттық, ал енді бастаймыз. Сонымен қатар достар, мен жаңартқандықтан біздегі құрылыс кейіпкерлердің киімі бәрі өзгеріп кетеді, және кейіпкерлерім өзгеріп кетеді. Сондықтан оған ренжіместе деген ойдамын. Енді бізде осылар жаңа кейіпкерлер. Қызым, ұйықтай ғой. Сен төсегім болады. Жаным, бүгін мен түнде бір жерге барамын. Сондықтан мен ойындап жүрмін. Мам, қайда барасың? Қысқасы, жаным, қыздар естіп қалады. Жарайды. Мен бүгін басқа біреумен кездесуге барамын. Не дейсіз? Я. Кездесуге барамын. Бірақ оны ана кішкентай балаларға білдіртпейді. Жарайды. Магазинге кетті дейді, бірден ұйықтата сал. Хорошо, мама. Аха. Уже кеште батайын деп жатыр. Мен кеттім. Жарайды, мама. Давай, мама. Давай, қызым. Кеш болмай тұрып, күндіз болған оқиға. Жан. Ау, жаным. Маған ақша керек. Ақша бер. Менің ақшам бітті. Сен не деп тұрсың? Ол маған қатты керек. Мен мамам ауырып жатыр. Мамаға көмек бере алмаймыз. Өз ақшамды бер, менде ақша бітті. Сен не деп бітті? Бітті де. Бәрібір клубқа бармай қоймаймын. Түсінікті болды. Бұл оның байлығы шексіз деп ойласам. Бір жағынан жақсы болды. Жақсы көремін ғой, бәрі кәп-кәрі бір бәле ғой. Күтейін. Менің ақшамды. Мен баймын ғой шіркін. Барлығын ақшасын ұрлаймын. Мен сияқты барлығы ешкімде жоқ. Жоқ деп мен етіп жасырады, алам деп ойлама. Ау, мама, бұладың ба? Я, кетеді уақыт болды. Алақай, мен мына гаржалдан жағылып кеттім. Болды, кеттік. Жүр. Таң атты, бұл кезде әйелі үйіне келіп алған болатын. Наның бұрынғы әйелі. Тоқта. Жаным, сен қайда тығылып қалдың? Тез шық. Менің ақшаларым. Бүгін квартираның ақшасын төлеу керек еді ғой. Не? Сонда ол мен тона кетті ме? Мен енді не істеймін? Не істесем болады? Мен ақшасын немен төлеймін? Бұл қазір келетін шығар. Келіп те қалды. Тұк, үйдің ақшасын төлейіңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Үйдің ақшасын төлей, неге жылап атсың? Менде ақша жоқ. Бір айтырсам бола ма? Қалай жоқ, мүмкін емес, сенің алтындарың көп болады. Жоқ, мен тона кетті. Қарай көр өзін, тона деп. Маған бәрібір, онда үйінен кет. Қарай көрін өзін, бір ай тегін тұрып алып, кет үйден. Енді келуші болма, бұл жаққа аттап баспа. Осындай адамдар түсінбеймін. Алып, ақшасын қайтармайды.
Қыздар, артырыңдар. Мамам, қайырлы таң, мамам. Қайырлы таң, қыздарым. Так, мам, антомашекш. Яшеміз. Отырыңдар. О, сендерге соттарыңды қойып берем. Ағой, қызым, ағой. Так, тамағымызды жеп алайық. Мама. Болды. Сендер тамақтарыңды. Сүтті жақсы көрем. Мен де. Печенье алайыншы. Болды. Пасталарын қоя салыңдар. Қыздар, соктарын өздерінде жүре берсін. Жарайды. Ана жаққа барып сабақтарын қараңдар. Пасталар жопсайық. Қоя салайықшы мұнда. Кейін жейміз. Сендер әлі бармасыңдар ма? Жүріңдер. Мам, мен дәптерімді жоғалтып алғам. Неге жоғалтып жүрсің сен? Жарайды. Сатып аламыз кейін. Онда сендерге ертек оқып берейін бе? Иә. Мам, ау жаным. Қыдырмаға көп болды, қыдырайықшы. Қызым, ақша бітіп қалады ғой. Мам, жарайды. Жарайды, қыдырамыз бүгін ғана. Ура! Ура, наконец-то қыдырамыз. Болды, онда дайындалыңдар. Бірақ не жоқ, ана жақтан сатып ала саламыз. Жарайды. Жүріңдер. Киініп ал, қызым. Мен де киініп алайын. Күте тұрыңдар сендер. Так. Қандай киім кисем екен? Мынаны кие салам. Иә, саған сол жарасады. Қызым, очкиіңді тасташы. Мам. Жарайды. Қыздар, жүріңдер, кеттік. Так, кетті. Сендер бай кеткенсіңдер ме? Папа. Болды. Я. Біз сені кешірмейміз, бірден айтайық. Сен маған не істегеніңді өзің де білесің. Бір жолға өтінемін. Жоқ. Ешқашан мен әке сізді өте қатты жақсы көрдім, бірақ енді ешқашан кешірмеймін. Мен де. Кеттік, жүріңдер, қыздар. Қайдан ғана соғысқа ғашық болып едім, қайдан ғана соны кездестіріп едім.